үй жағдайында өте жұмсақ медовый торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір банка әсел керек болады. Әселдің үстінен 3 қасық шекер салсаңыздар болады, тәтті болу үшін. Және бұларды жақсылап араластырып, қозғайып отта. Үстінен жарты чайный ложка сода салып араластырамыз. Көбіп қызарғанша отта ұстап тұрамыз. Араластырып. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздер үй жағдайында қалай жасайсыздар медовый тортты? Рецептеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Қызарғаны осындай болғанша отта ұстап тұрамыз да аламыз. Және бұған бір пампушка қосып жібереміз. Немесе кез келген майда болады. Жақсылап араластырып ертіп аламыз. Бөлек 4 жұмыртқаны көпіртіп аламыз. Бірден салсаңыздар пісіп қалады, ыстық болғандықтан. Енді үстінен бір пиала ұнға жарты разъединитель. Бір разъединитель маған 2 тортқа жетеді. Солай жақсылап түйіршігі қалмағанша араластырып аламыз. Бұл сұйықтық тура пирог істейтіндей сұйықтық болу керек. Сонда сіздің тортыңыз өте жұмсақ болады. Бір күн күтіп тұрудың қажеті жоқ. Сразу пісіріп алып жей берсеңіздер болады. Осындай сұйықтықта болды. Енді осы сұйықтықты 4-ке бөліп, отта пісіріп алсаңыздар болады. Тез піседі, білесіздер. Мен табанның астына пергамент, фольга қағаздарын қолданбаймын. Осылай таза 2 бетті салып астына жақсылап майлап алып, осыған пісіре беремін. Осылай өздеріңіз көз мөлшерімен 4-ке бөліп, құйып алып, бір текс қылып, жайып барып істейсіздер ғой, немесе ортасы қалың, шеті жұқа болып қалады да піскен кезде. Корждарымыз дайын болғанша крем дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаға 2 қасық крахмал, 3 қасық ұн және 2 қасық шекер қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен қосқан жоқпын. Егер тәтті болсын десеңіздер, 2 қасық немесе 3 қасық шекер қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршігі болмау керек. Және жарты литр сүтті отта ақырын қыздыртып тұрып үстіне қосатын боламыз. Бұл тез дайын болады. Сондықтан араластырып тұрып, тез пісіріп аламыз. Және оны суығанша бетінің клинкімен жауып, қойып қоямыз. Өзі қоюланып, өте жұмсақ, әдемі крем болады. Егер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Кәмшат Бөрібекова. Дайын болған корждарымызға кремімізді жағып, сразу дастарханға бере берсеңіздер болады. Өте жұмсақ әрі әдемі болады. Ас болсын баршаңызға. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.